Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қара өріктің тосабын қалай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қою әрі дәмді, әрі тәтті болып шығады. Жасап көріңіздер. Ең алдымен өрігімізді жуып тазалап аламыз және ұрығынан алып тастаймыз. Осылай видеодағыдай ортасынан кесіп, дәл ортасындағы ұрығын алып тастаймыз. Ұрығынан бөлек тазалап алғаннан кейін тағы өлшеп аламыз. Менде 2 килограмм өрік шықты. 2 килограмм өрікке 2 килограмм қант қосатын боламыз. Бірде-бір ғып. Қантты салған кезде өрікпен қантты 3-ке бөліп, салып, сілкіп жібереміз. Дәл видеодағыдай. Бетін жауып, таңға дейін бөлме температурасына қойып қоямыз, қант ерігенше. Мінекей тосабымыз бір түнге тұрды. Тосабымызды отқа қойып қайнатамыз. Түбі жабысып қалмас үшін араластырып тұрыңыздар. Көп араластырудың қажеті жоқ, езіліп кетеді. Сәл қайнады. Мінекей көбігі пайда болды. Көбігін алып тастаймыз. 15 минут қайнатамыз. Көбігін жақсылап алып, тазалап аламыз. Көбігін алғаннан кейін оттан өшіріп 6 сағатқа суытып қоямыз. 6 сағат өткеннен кейін мінекей қайтадан отқа қоямыз. Сәл қайнаған кезде көбігін аламыз. Осылай 3 рет қайталап көбігін алып тастаймыз. Барлығын уақытын есептегенде 45 минуттай қайнатамыз. 3 жол қайнатып көбігін алудың себебі өрікке әбден қанты сіңіп, жемістеріміз бүтін болып, тосабымыз әдемі болып шығады. Тосабымыз дайын болды. Мінекей енді стерилденген банкаларымызды алдын ала дайындап алдым. Қақпағында да қайнатып алдым. Енді тосабымызды ақырындап банкаларға құйып аламыз. Осымен қара өрік тосабымыз дайын. Барлық банкілерге жауып алдым. Қысқыға осылай дайындасаңыздар болады. Мінекей мен сіздерге көрсетіп жатырмын. Құйып, осылай мінекей қою, әрі тәтті, әрі дәмді болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Айдана. Назарларыңызға рахмет.